мұхит сөзіне тұрған жоқ. Мен бүйтем деді, бүйтем. Былай деді. Я думаю, это эмоция настоящая, а потом попойка получилось. Что получилось, то получилось. Ну, не надо было заранее так делать. Ну, честно говоря, он опиздюлился. Его ёбнули. Хотя он хороший парень, мастер спорта международного класса, он позорит нашу сборную. Так с мастером спорта, который давно завершил, в тюрьме посидел, нельзя выступать. Хоть ты завезел. Ты мастер международного класса, ты на одной руке тоже везу. Вот и все. Мұхит сөзден тұрған жоқ. Бүйтем деді, бүйтем. Былай деді. Короче, жігіттер, мына видеоны көп адамдар маған жіберіп жатыр. Мен көрдім бұл видеоны. Қазір ғана буквально. Бұл жерде мен айтайын деп отқаным, мен лично Даниярға, енді өзіміздің ініміз ғой, бауырымыз, ешқашан Даниярдың атына кір келтірмеген. Әр сұхбатымда Даниярды әрдайым жақсы жағын мақтап, жақсы жерін айтып жүретінмін. Даниярды мен өзім білем, жалпы боксшы ретінде білемін, адам ретінде де қатты бір араласпасақ та аға іні болып, бірақ көрген жерде сәлеміміз түзу болып жүретін. И мен өзім залымда да Даниярдың дәу суретін іліп қойған стенаға. Даниярдың жақ құрметіне, чтоб жігіттер көріп жүрсін, өз ағаларын, олимпиада чемпиондарын деген сияқты. Мына видеоны маған жіберген кезде мен өте қатты ашуландым. Да, и потом сабыр сақтадым. Жалпы мен айтайын деп отқаным, Данияр жалпы кезінде өте енді мықты боксшы болған, өте жақсы боксшы болған. Менің сүйікті боксшыларымның бірі болған. Өйткені техникасы, бокстасқан тәсілдері маған өте қатты ұнайтын. Қазіргі уақытта боксты қойғаннан кейін менің естуімше Даниярдың денсаулығымен сәл бір дұрыс жағдайлар болып жатқан жоқ деп естідім. Өзінің жеке өмірінде сәл дұрыс емес жағдайлар болып жатыр деп естідім. Мына видеода сөйлеп жатқан адам, менің ойымша, мен білетін Данияр емес деп ойлаймын. Бұл жерде мүлдем басқа Данияр сөйлеп жатыр. Сондықтан мен айтайын дегенім, Даниярға ең бастысы, Алла тағалам Құдай қаласа сабырлық берсін, күш-қуат берсін, денсаулық берсін. Құдай қаласа, у нас у всех в жизни, знаете, случаются всякие непонятные моменты. И не каждый человек выходит из таких плохих моментов. Тек қана мықты жігіттер, мықты адамдар өз-өзін, демоны дейді ғой, өз-өзімізді демоны, шайтандарымызды жеңіп, өз-өзімізді жақсы жағымызға қайтып алып шығамыз. И я хочу пожелать ему скорейшего выздоровления, хочу пожелать ему здоровья, чтобы у него денсаулығымен бәрі жақсы болып, хочу пожелать ему, чтобы у него в личной жизни все наладилось, чтобы у него все было хорошо. Даниярға лично өзім көзім всегда тура. Жаңада айтып жатырмын ғой, бәрімізде неше түрлі жағдай өмірде болады. И сондықтан бір немен, бір жеспен адамды сынап или оны абыройын түсіріп тастау ол керек емес. И жаңағы видеода еще раз айтайын, это не Данияр, это говорит вообще другой человек. Вообще, это не тот Данияр, которого я знаю. И я ему желаю только хорошего. Аман болайық, Құдай қаласа, мықты болайық, амандықта жақсыны жолыққанша.
баптың бірінші бөлігі бойынша хаттама толтырылды. Хаттаманы табысаңыз, болған оқиға Алматы қаласы 434 баптың бірінші бөлігі жеке толыға толтырылады, яғни сізге фабуласы әлеуметтік желісінде жүргізген мониторинг барысында 2026 жылы 2 шілде күні сағат 19:00 шамасында Алматы қаласында болған бетпе-бет жасақ түріштік уақытында 07. Заң бәрімізге ортақ, ол өте дұрыс. Бізде Астана қаламыздың Сарайшық ауданының полиция департаментінің қызметкерлері қазір келіп отыр. Кеше бізде Алматы қаласында треш-топ болған, сол треш-топта енді эмоция болады, жалпы елді қызықтыру дейміз, басқасы дейміз. Кейбір кезде қоғам жайлы, заң жайлы нәрселерді ұмытып кетеміз. Сол себепті кеше видеода бір кішігірім бір ауыз сөз, сонда бір ауыз сөз, боғауыз сөз бар. Мен соны сол боғауыз сөзді көріп, сразу сол сәтте жігіттер қазір келіп отыр, штрафын салды. Штрафын құдай қаласа ертең сот болады, тағы да сотта төлейміз. Егерде сот 5 күндік, қанша? 10 күндікке ма? 5 күннен 15 күнге дейін. 5 күннен 15 күнге дейін егерде штрафымызды қабылдамаса, 5 күннен 15 күнге қалай айтады оны? Әкімшілік қамауға алынады дейді. Сол себепті құдай қаласа енді штрафын төлейміз деп ойлаймын. Сол себепті жастарға айтарым, спортшыларға айтарым, бүкіл бәріміз енді жастарға дұрыс нәрсе насихаттап жүргеннен кейін дұрыс сөйлеп, қандай да бір треш-топ болсын, басқасы болсын, ауыздарыңызда байқап сөйлеңіздер. Заң бәрімізге ортақ. Техническим нокаутом победу одержал Матилдар. Құрметті достар, бауырлар, ағайындылар, қаншама адамдар, мыңдаған адамдар маған жазып отыр. Просто физически үлгермей жатырмын көп адамдарға жауап беруге. Қаншама адамдар қолдауын көрсетіп отыр маған. Но ничего страшного, я проиграл, ұтылып қалдым. Здесь никакой оправдания жоқ. Қателіктің бәрі, ошибканың бәрі өзімнен. Үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Қаншама мыңдаған адамдар, танитын, танымайтын, қаншама араласпайтын адамдар маған, бұрынғы достарым, бәрі жазып, менің денсаулығымды сұрап, мені қолдап, қандай жылы сөздерін маған айтқызып жатыр. Барлықтарына үлкен рахметімді, алғысымды айтамын. Алла тағала бізді әрдайым үйретіп жүреді. Осы 39 жасыма дейін мен көп нәрсені көрген адаммын. Талай жеңілісті дәмін сезіп, жеңілген күндерді көріп, сол сәтті де көрген адаммын. Рингтің сыртында болсын, рингтің ішінде болсын. Талай жеңіске жетіп, жеңісті күндерімді тойлаған адаммын. Өмірде ең бастысы сынбау керек. То, что нас не ломает, делает нас только сильнее.
Кешегі жеңілісім ол обычный бір, келесі бір қадамға бір шаг. Кешегі жеңілістен де көп нәрсені үйрендім. Өте көп нәрсені үйрендім. Қателіктің бәрі, ошибканың бәрі өзімнен. Да, я проиграл, но ничего страшного. Мен алға қарай Алла амандық берсе, дальше буду двигаться, дальше буду жить, дальше буду тренироваться и становиться еще сильнее. Осы кешегі күн менің бауырларымды, достарымды маған жақын қылды. Араласпай жүрген бауырларыммен жақындатты. Соған себепші болатын бір күн болды. Қаншама бауырларым, достарым, інілерім бәрі қасымда болды. Қаншама танымайтын өзімнің оқырмандарым, қаншама жігіттер маған жақындады және жақын болды. Алғысым шексіз қолдауларыңызға. Мен жалғыз емес екенімді сезіндім. Үлкен рахметімді айтамын сіздерге. В жизни говно случается, ребята. Самое главное в этой говне не остаться. Алға қарай жүре беру керек. Үй түреді, керуен жүреді дейді. А хейтерлерге айтарым, аман болыңдар. Я вас всех очень сильно люблю. Хейтеры всегда были и всегда будут. Әр адамның аузына қақпақ болмайсың. Көттерін ашып, бәрі күліп, қуанып жатыр. Қуаныңдар. Алла амандық берсе, бізде талай жеңістерде болған, талай біздің көшемізде де тойлайтын уақыт болған. Ол күнімізде қайта оралады, Құдай қаласа. Өмірде болып жатқан, осы өмірде жетіп жатқан жетістік, дәрежелер, осының бәрі Аллаға шүкір. Алланың осындай сабағының арқасында, екі жұдырықтың арқасында, еңбегімнің, қанымның арқасында, шыдамдылығымның арқасында, осындай бауырларының қолдауының арқасында, ағаларының қолдауының арқасында осындай жетістікке жетіп жүрген азаматпын мен. Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Аман болыңдар бауырлар. Құдай қаласа реванш міндетті түрде болады. Ал ол жайлы келесі видеода айтармын.